Бәріне сәлем. Дәу ма? Жоқ. Сәлем достар. Бізге үйге қарындастарымыз келді. Сәлем достар. Барлығымыз Көктөбеге бара жатырық. Такси келді, соған шығу керек. Қазір налар как всегда 2 сағат кейін соларды күтіп отырық деп жауап салса не. Кеттік. Ой. Қалдыдан 10 жыл болған масканы алып шығып жатыр. Все, маска тағып алдым, маска тағып жүріңдер. Балалар асық ойнап жүр. Асық ойнағанға таңғалып жатырық. Қазіргі уақытта кішкентай балалар көбісі қай жылдан бастап примерно 2003-2005 жылдан бастап көбісі асықты қолдарына ұстап көрмеген шығар даже. Бір қапшық асық болған, мен велик болады. Великті сосын арендаға берем асыққа. 12 асық бір айналып келу. Мен Алматының минусын айтып жатырмын. Кеше мен Астанадан ұшып келдім Алматыға. 1,5 сағат самолетпен ұшып келдік та, ұшып. Енді үйге жетейік десек, 1,5 сағаттан асып кетті ғой. Ужас деген соң ғой. Астанаға тағы барып келуге болатын уақыт қой. Достардан сәлем. Короче, біз вообще дейтін кеш шықтық еще үйден. Ертерек шығу керек та енді. Енді бүгін бармайтын болып шешіп жатырмыз деп. Мен влогымды сөйлеп кетейін бе? Қазір мен ойынша бармай қояйық деп тұрмын, өйткені кішкене күндіз болған кезде барып, жарық болған кезде. Сосын кешке шейін жүрген дұрыс, эффективно, продуктивно болатын сияқты. Сондықтан қазір жаяу Қазақстан гостиницасына барайық, содан кейін барып кішкене қараймыз, может дронмен ұшамыз, содан кейін бір жерге барып тамақ ішеміз. Жайынан просто штативті қолданайық деген ғой кішкене. Ауыр қоқырсың әрең кетеді. Сол ғой. Күн суып кетті. Біз қазір Алматы қаласындамыз. Күн қанша суыса да көңілдеріңіз суымасын дейсіз. Қандай ауылдан келдіңіз? Қостанай облысы, Амангелді ауданы. Теорат айтпай қойын. До конца айт, до конца. Даже ауданда тұрмайды. Мен беруде камеру деп. Мен ауылда тұрғам. Ешқай жасырмайын деп өтсең. Со, келу керек жерімізге келдік. Мен Алматы қаласына келдім. Сәлем жолдап қойыңдар деп. Бізді түсінбейді, я? Я, түсінбейді. Түсінбейді бізді. Сондай комментарияға жазып кетсеңіздер. Сол кезде мен сол қателіктерді оқып отырып, өзінің қателіктерімді жөндеймін деймін. Мынауды түсіріп жатырмын, прикол. Дрон ұшырайын деп жатырық, бірақ мына жерде сымдар көп, точно білмеймін, құлап қалса. Өз-өзіме ренжімеуім керек деймін. Менің бақытым бұл.
Здрасте. У меня есть такая тема клевая, недорого, церпиши, собираем на золотой гроб, на колесико покататься и вас прокатнуть. Недорого, жвачки. Нет, От неинтересно, души неинтересно. Неинтересно? Ты не хочешь Времени это? нет у нас. Не хочешь это покататься Нет. на золотом гробу? Нет, нигде Прям не золотой прям, настоящий золото. Ема, Aslanbek, ты меня Кімсің сен деп? ослепляешь. Ол менің жүрегімнің жылулығы. Немного назад. Даусын шығарсыз. Артына тұра беремін. На максимум поставил? Все тогда. Тебе слышно? Все. Давай. Мен оң жағым түсінгенім бойынша немескен андай. Не етеді? Рабочая сторона емескен, наяқта страшно, наяқта более-менее. Хотя ештеңе өзгерген жоқ дейді. Соберись давай. Режиссерсың ғой так. Тиктокқа видео түсіру керек болса шақырыңдар. Сөзін білмесең сөйлемей ақ қойшы, тоймай. Тұрғана билеш. Сөзін білмейсің ба, айтпа. Или по идее айта берсің, комментарийға жазады, мынау сөзін білмейді, хотя бы сөзін жаттап алу керек деп, сосын активность болады, рек болады. Тиктокты білесің ғой так. Давай, кеттік. You have to be your biggest fan. And when things are really tough and they're really rough and nothing's working, but there's something inside of you that says, I just have to follow that. Because you don't know who you're going to be, who you're going to be, who you're Гостиницаның қасында миллион фото, миллион видео түсірдік. Енді қазір кофейняға бара жатырық. Кофе ішіп, Осенью тоже клево деген жерге фотоға түсіп аламыз, жұрттан қаламыз. Картадан қарап, басқа ванилаға келіп қойыптық. Аттарын білмеймін мен, заведениелерін. Картадан қарағам, что-то инстаграмда дұрыс белгілемепті, қыздар фотоға түсіп алыпты да. Басқа жерді белгілеп қойыпты, сонымен келіп таба алмай қалдым қазір. 3 жума, 4 жума, дофига екен, короче, соның біреуіне бара жатыр басқасына. Ол да болмай қалуы мүмкін. Мен қысты онша жақсы көрмеймін, бірақ қазір түсінгенім, әр жыл мезгілінің өзінің бір кайфы бар екен. Күз ұнайды маған деп шештім. Осы жақында біреу сұраса қандай жыл мезгілін ұнатасың деп, күзді ұнатамын деп айтамын деп. Сол, бірақ қыстың видеоларын тиктоктан анан-мынан көріп жүрмін. Өзінің әр жыл мезгілінің өзіне тән вайбы бар екен. Соны түсіндім, так что анау жыл мезгілі қашан болады деп күтіп жүре бермей, дәл осы жыл мезгілінде бақытты өмір сүруге тырысыңыздар. Мына жазудың қасында фотоға түсу очередь. Там көрмегендер. Казвин цвет точно отвечаю. Осенью тоже клево. И не только осенью.
Ай, красавчик. Мен түсіремін. Тағы да миллион фотолар жасап жатырмық мына жерде жабайылар сияқты. Бұл түрлі онша емес ощущение, если честно. Білмеймін, барлығы солай түседі ғой. Бірақ непривычно. Адамдар өткен кезде тоже бұл түрлі болады. Бірақ осымен видеоны аяқтаймыз. Видео ұнаса, подписка жасап, колокольчикті басып, лайк басып, комментарийге өздеріңіздің ойларын жазып кетіңіздер. Қош болыңыздар. Әлі қоспайсың, сияй дегенде ғана қосасың. Я. Сияй дегенде. Мен негізі ондай адам емеспін, мен серьезный адам. Но это не точно.